Сәлем достар, бүгін біз бір клавишті выключательмен электр шам жалғайтын боламыз тарату қорапшасында. Бүгін оған қажетті бізге құралдар керек, яғни қысқаш, отвертка, канцелярский пышақ және мынандай бізге индикаторный отвертка керек. Яғни бұл не үшін керек десеңіздер, бұл бізге фазаны тексеруге және включательді істеп тұрма, істеп тұрған жоқ па, соны тексеру үшін де қажет болады, өте маңызды. Бұдан басқалар түрлері бар негізінде, бірақ менде осындай айтқан кезде екеуі де бір, ішінде прозвонкасы бар және фазаны көрсетеді, индикатор бар. Теңде, яғни қызыл шам жанып тұрады ішінде. Ең әуелі бастан бастайым. Бірінші патронды қалай жалау керек, содан бастап көрсетейін. Бірінші патрон жалғап, одан кейін барып включательді қалай жалау керек үшін, одан кейін барып қорапшаны қалай жалау керек көрсетем, және скруттың қалай жасаймыз, және ұзындығы қандай болады, және сол туралы айтатын боламын. Жақсы, бастайық. Ең әуелі біздер патрон жалғайық. Егер де сізде осындай патрон болатын болса, ашамыз. Мен жағдайында менде кабель, мында ВВГ, НГ кабелі бар. 3 жылды. Қауіпсіз ережесін сақтаймыз. Қолымызды кесіп кетпейді. Бұлай жай ғана батырып, канцелярияны батырамыз, бірақ түгелдей батырмаймыз. Себебі ішіндегі жылы кесіп кетуі мүмкінбіз, яғни кабельдің жылылары. Жай ғана сыртын батырамыз, кесіп. Осылай ашып аламыз. Ашаймыз. Бұлай пышақпен де ашса болады. Пышақпен де. Бірақ маған ыңғайсыз, шын айтса мен мынандай утконос дейді. Осындай утконоспен ашайтын боламын. Ол үшін біздер жай ғана бүйтіп саламыз. Керегінше, мысалы, маған 1 сантиметрдің көлемінде ашу керек болады. Біз саламыз да, аздап басамыз, мына біздің бас бармағымызды итеріп ашайтын боламыз. Оны ашыған кезде бізде мына жерде жылымызды кесіп кетпеу керек. Мен 3 жылы мен көк пен қоңырды алатын боламын. Көкті мен 0-ге жіберем, қоңырды фаза қылып алатын боламын. Ал 3-ші сымымыз біздің бұл заземелер ретінде қалатын бар. Егер де патрон жалған кезде артық болатын болса, онда біздер оны қайырып қойсақ болады ішіне. Ең әуелі біздер патронды кигізіп аламыз. Яғни патронның несін. Менде ұзында артығын кесіп тастайтын боламыз. Артығын кесіп тастаймыз, одан кейін жалғаған кезде сымның басын аздап қайырса болады. Яғни бұл не себептен? Яғни патронымыз жалған кезде шығып кетпеу үшін. Яғни бұл айтқан кезде біз сапалы контактыны қамтамасыз ету керекпіз. Енді қалай жалғасақ та бәрібір бұл жерде. Қай контактқа жалғасақ та бұл бізде одан кейін жалғаннан кейін тартып қараймыз. Мінекей жалғадық. Енді мына екі сым бізде, яғни фазаны бір-біріне тиіп кетпеу керек, соны мұқият қараймыз. Яғни изоляциясын, яғни ашыған кезде де бізде мына сымның, яғни мына контакттың ішінде қалып қоймау керек. Бізде мысалы жалғап контакт ішінде қалып қоятын болса, онда бізде лампочканың жанбайтын болады. Соған мұқият боламыз. Одан кейін мына кигіземіз.
Так, мына патронымыз жалғады. Үшінші проводымыз сымымыз біздің сыртында тұр. Зажимающий. Так, бір клавиш включателімізді аламыз. Бізде яғни сыртқы қабырғаның сыртына салатын включатель, яғни внутренний емес, ішіне салатын, яғни подразительный ішіне салатын емес, это қораптың сыртына салатын, мысалы қабырғаның сыртына салса болады. Так, оны бүйтіп ашамыз. Ашатын боламыз, мына жерде ашқыш бар. Ашып қарайтын боламыз. Қазір біз жалғаймыз контактыны. Біз мына екі контакт жалғаймыз, мынаған және мынаған жалғайтын боламыз. Мына жерде кабельдің жылысын ашып қойдым. Енді жалғаған кезде бізде 3 жылы бар. Бізде бір клавишті, мысалы бізге 2 жыл жеткілікті болады, 2 жылы, яғни 2 сым жеткілікті болады. Мына сары сымды біз заземле ретінде алда уақытта алатын боламыз. Яғни включательге негізі заземле керек емес. Бұны қимаймыз, негізі жалпы қосымша керек. Кабеліміз ертең алдағы уақытта мүмкін үзіліп қалған болса, тағы немесе 2 клавишті включать салатын болсақ, бұны қолдануға болады. Сондықтан да қимаймыз, жанына былай жинап қойсақ болады. Қоңыр сымды астына жалғайтын боламыз, жіберем. Былай есептеп алып аламыз, қарап есептеп алып аламыз. Есептеп жерден аламыз. Жалғағаннан кейін қараймыз, тартып қараймыз, кабеліміз сымы шығып кетпеу керек. Одан кейін көк сымды мына жерден кеспейміз былай. Себебі неге бізге салуға ыңғайсыз болады, сондықтан да мысалы изоляцияны артық ашып қою мүмкінбіз, немесе қате жалғап қою мүмкінбіз дегендей, сондықтан да біз артығымен запас қалдыратын боламыз. Жерге сыяды, сондықтан да былай жалғайтын боламыз. Одан кейін барып ақшаны жапсақ болады. Біздің включателіміз дайын, жалғадық, патронымыз жалғадық. Енді тарату қорапшасын қалай жалғаймыз. Біздер тарату қорапшасында әрдайым қалдырған, мысалы электр кабелін жүргізіп алып келген кезде тарату қорапшаның ішінде 20 см, 20-15 см көлемінде ұзындықта қалдырамыз. Не себептен? Себебі біріншіден бізге ол өте жалғаған кезде, тарату қорапшасын жалғаған кезде бізде өте ыңғайлы болады. Себебі тарату қорапшасы сыртына жалған. Егерде бізде қысқа қылып кесіп тастайтын болсаңыздар, 7 см, кейбірінде 5 қылып кесіп тастайды. Ол өте ыңғайсыз. Екіншіден, егерде қате жалғап қойған болсаңыз, мына жалғаған басын кесіп тастайсыз да, қайтадан жалғауға болады. Алдағы уақытта мысалы розетка жалғайым десеңіз, электр зарядкасын жалғайым десеңіз, басқа включатель салып қосам десеңіз, мысалы 2 клавишті включатель деген кезде, сол кезде басын кесіп тастап, қайтадан скрутка жасап жалғасап болады. Соған өте ыңғайлы. Айтқан кезде бір скрутканың сыртына тағы да сымды орай бергеннен гөрі қайтадан скрутка жасаған жақсы. Сондықтан да әрдайым бізде 15-20 см артығымен қалдырамыз. Яғни ашаған кезде біздер қораптың ішінде 1 см-дей түбінен қалдырамыз, шамамен сол шамада. Яғни ашаған кезде, пышақты ашаған кезде жай ғана батырамыз да, бүйтіп өзімізге қарай жайлап жүргіземіз. Яғни қауіпсіздік ережесін сақтай отырып. Яғни изоляцияның сыртын
сыртында изоляциясын біздер ашу керек болады. Яғни ішіндегі изоляцияны қатты батырмаймыз. Ішіндегі изоляцияны кесіп кету, яғни ішіндегі сымның, ішіндегі жылулардың сымың, яғни изоляциясын кесіп кетуі мүмкін. Сол себепті қатты батырмаймыз. Одан кейін мындай ашсақ болады. Артық қалып жатырса, біз мына жерде кесіп тастаймыз. Енді қалған жылларды дәл осылай ашаймыз. Кабельдің сыртқы изоляцияларды ашыдық. Кабельді жүргізген кезде, мысалы, тарату қорапшасын болатын болса, осы тарату қорапшасында включательді астына қарай жібереміз. Астынан кіргізген жақсы болады. Себебі, мысалы, электр шамында үстінен кіргізген болады. Яғни бізде білетініміз, электр шамы жоғары қарай кетіп жатыр, яғни төбеге қарай. Біз жалғаған кезде білетініміз себебі, мысалы, мына қорапшаның біздер кабельіміз барлығы ненің астына кетеді, штукатурканың астына кетеді. Көрінбейді. Сол себепті кейін салғаннан кейін жалғайтын кезде өзімізге ыңғайлы болады. Сол себепті жанынан емес, мысалы, кейбірінде болады, жанынан кіргізіп кетеді деген, астынан кіргізіп кетеді кабельді. Мысалы, іздеу керек болады. Яғни бізге өзімізге артық жұмыс жасайтын боламыз. Сондықтан артық жұмыс жасамау үшін кабельді салған кезде шамасын бағыттап салып кету керек. Яғни төбеге кететін кабельді жоғарыдан кіргіземіз, астына включатель кететін кабельді астына қарай жібереміз. Одан кейін фазымыз біз электр щит. Мына кабеліміз біз электр щиттан келетін кабель, яғни автомат. Бізде көбінде фазыны қоңыр, қара, ақ, немесе қызыл түсті фаза ретінде алып жатады. Бұл айтқанға европейский стандарт. Көкті көбінде 0 етіп алады. Сарыны көбінде заземление ретінде алады. Бірақ та егерде көкті фаза ретінде алсақ та бола береді. Бұл жалпылама стандартта негізде. Өзіңізді, мысалы, әрдайым жалғайтын болған кезде қалыптасқан жақсы. Мысалы, менде әрдайым мен 0-ді, яғни көк сымын алам 0-ді көбінде. Енді сарынан заземление ретінде алам, яғни әрдайым. Мысалы, электр щит жинаған кезде қоңыр, қара, қызыл, ақ деген түстерді, мысалы, фаза ретінде аламын. Менде қазіргі қоңыр сым, яғни фаза болады, көк 0 болады, сары заземление болады. Ашып қойайық. Бізге мұна включательге жүріп барып атқан сары сым бізге керек емес. Сондықтан да оны қимаймыз, алып қоямыз, ішіне жинап қойсақ болады бұлай. Қораптың ішіне. Алдағы уақытта, мысалы, 2 клавишті включатель салсақ та, немесе кабеліміз бір жерден үзіліп қалған болатын болса, керек болады запас ретінде. Одан кейін скрутканы жалғаған кезде, скрутканың ұзындығы бізде 4-5 см көлемінде керек. 2,5, 1, 3 деген болмайды. Себебі бізде сапалы контактты қамтамасыз ету керек. Көбінде пожардың көбісі кететін жері, яғни контакт жалғанған жерден кетеді көбінде. Розетканың төбінен, включательдің төбінен, патронның төбінен, осындай қораптың ішінде жалғанған жерден кетеді. Сол себепті скрутканы жасайтын боламыз 5-4 см. Мысалы, сыртында изоляциясын 5 см ашсаңыз, бұраған кезде 4 см болады. Сондықтан да 5 см скрутка болу үшін 6 см көлемінде сыртында изоляцияны ашайтын боламыз. Пышақты алып, былай да ашсақ та болады сыртына қарай. Бірақ мен өзім үйренген бағытым бойынша мен әрдайым мындай қысқашпен ашайым. Жайлап батырмай, аз ғана батырамыз да, яғни бас бармағымызды итереміз. Яғни ішіне жылын кесіп кетпеу керекпіз. Соған мұқият боламыз. Бірінші ең әуелі ашып аламыз. Изоляцияның барлығын. Ашып алғаннан кейін әркім әрқалай жалғайды. Мысалы, біреу бірінші 0-дер жинап алады, мысалы. Келіп тұрған 0-ді, лампочканың 0-ін бұлай жинап алады. Олай да болады, әркімнен қалай, өзіңізге қарайсыз. Мысалы, анықтап аласыз. Мынау фаза 0 келіп тұрған. Бұлай, мысалы, бір жаққа қарай шығарып қоясыз. Одан кейін мынау светильник деп шығарып қоясыз. Мынаны,
яғни включателдің келіп тұрған кабель деп шығарып қоясыз. Бұл жерде айта кететін жағдай, біздер әрқадайым фазы, яғни фаза дегеніміз бұл жерде фаза дегеніміз напряжение бар деген сөз, электр кернеуі бар деген сөз. Соны фаза дейміз, яғни электр тоғы жүретін электр сымын, яғни ең бірінші келетін фаза және тоқ келетін электр тоғы келетін сымды біз фаза дейміз, ал нөлде бізде тоқ бола бермейді. Сондықтан да фаза сымын, фаза келіп тұрған, яғни напряжение келіп тұрған сымды фаза сымын дейміз. Фаза сымын ең әуелі әрқашан біз включательге жібереміз. Скоротка жасаған кезде былай жасаймыз. Бірінші екі бәрін біріктіріп аламыз, класстарын келтіріп, одан кейін бұлай бұрайтын боламыз. Бірінші әуелі осылай бұраймыз. Одан кейін екі бізге қысқаш керек болады. Біреуі мына төбінен ұстаймыз. Осын бұраған кезде бас жағынан бұраймыз, осылай дұрыс болады, бас жағынан. Бас жағынан тартып бұраймыз. Бұраймыз, қараймыз, көп бұрай беруге болмайды. Себебі бізде кабеліміз төбінен қиылып қалуы мүмкін, қатты бұрайтын болсақ. Белгілі бір шамаға дейін бұраймыз. Сымды бұраған кезде мына сыртында изоляцияны бірге бұрамаймыз. Себебі алда уақыт мысалы қателесіп кететін болсаңыз, мына жерден кесу керек болады. Сол себепті сіз мына жерден қайтадан ашып жалғайтын болады. Сол себепті егер мынаумен бірге бұрап тастайтын болсаңыз, онда мынанда бұрап не істеу керек болады, ағыту керек болады, шешу керек болады. Сондықтан да соған мұқият боламыз. Бұраған басын артығын мына жерден кесіп тастаймыз. Осындай болып шықты. Шамамен 4,5-5 сантиметрдей бар. Тағы да бұраса болады негізі, бірақ жарайды. Кейін скрутканы басын істейміз, сваркілейміз. Сварочный аппаратпен, угольмен немесе олвалаймыз. Олвамен себебі контакт сапалы болсын, жақсы болсын. Включательге баратын фазаны жалғадық. Енді включательде фаза барады. Одан кейін включательден бізде фазын проводымыз включатель басқан кезде шығады. Оны, яғни электр шамының баратын қоңыр сымына жалғайтын боламыз. Мысалы, менде бана. Қолмен жалғап аламыз, бұлай бұрап аламыз. Одан кейін қысқашпен бұрайтын боламыз. Одан кейін включательден жалғадық. Электр шамынан шығатын сымды, яғни нөлді келіп тұрған нөлге жалғаймыз. Жалғадық. Одан кейін, яғни электр шамына баратқан сары сымды заземление ретінде алған, оны келіп тұрған заземление сымына жалғайтын боламыз.
Бізде 4 скрутка шықты. 4 скрутка шықты. Яғни бізде фаза бірінші ең әуелі включательге барады. Включательден шығады да лампочкаға барады. Лампочкадан шыққан сымымыз, яғни біздің сымымыз 0 келіп тұрған 0-ге жалғанады. Бұлай жалаудың себебі, мысалы айтатын болсақ, егерде фазаны бірден алып тұр, фаза сымын алып бірден включательге жіберетін болсақ, яғни включатель деп ғой. Электр шамына жіберетін болсақ, электр шамына, мысалы үйде патронды ауыстырған жағдайда біз включательді өшірсек те, ол өшеді, включательіміз өшеді. Ал сым жалған кезде бізде неге тоққа түсіп қалуымыз қаупі бар. Себебі бізге фаза қайда кетіп барады? Патронға келіп тұрады. Сондықтан да включательді өшірген кезде бізде фаза включательді қалып қою керек. Сол себептен ең әуелі қауіпсіздік ережесі сақтау үшін, ең әуелі включательге жібереміз, фазаны. Содан включательден шығып электр шамына баратын болады. Яғни включательді өшірген кезде бізде фаза включательде қалып қояды. Яғни біздер электр шамын ешқандай қорықпай ауыстыра бере аламыз. Енді тексеріп қосып көрейік. Өздер мына индикаторын атыркімен қарауымызға болады. Фаза келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ екен. Фаза келіп тұрса бізде, яғни қызыл шамымыз жанып тұр екен. Включательден шығып тұрған сым тексерейік. Фаза жоқ. Включатель қосам, фаза яғни сым жанды. Яғни электр шамы жанды. Бізде индикатор жанып тұр дегенсіз. Включатель өшірем, фаза включательде қалып қойды дегенсіз. Яғни электр шамына патронға барып тұрған жоқ дегенсіз. Егер видео ұнап жатырса, лайк басамыз, комментарий қалдырып кетеміз.